Қымбатты көрермен, жаңа апта жағымды жаңалықтарға толы болсын. Ал біздің студиямызға алғашқы меймандарымыз да келіп үлгерді. Енді айта кететін соңғы уақытта елімізде жол көлік оқиғалары жиілеп кетті. Өткен жылдың өзінде тек 11 айда 2000-нан аса адам осындай апаттардан көз жұмған екен. Енді маңызды тақырыпты тарқату үшін бүгін студиямызға арнайы қонақтарымызды шақырдық. Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы, полиция подполковнигі Таңат Серікқазыұлы және Қазавтожол ұлттық компания акционерлік қоғам пайдалану департаментінің бірінші санаттағы менеджері Азамат Өмірсерікұлы. Қош келдіңіздер студиямызға. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Енді көрерменге де жаңа айтып отырмыз. Қанша жақтан енді айтқымыз келмейтін ақпарат болса да біз хабардар етуіміз керек және ол жайлы ескертуіміз керек. Осы ретте дәл бұндай көрсеткіштің болуы бұл қаншалықты жоғары не төмен көрсеткіш болып саналады? Себептеріне тоқталсақ. Енді елімізде жол қозғалыс қауіпсіздігі аса маңызды өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Өткен жылды талдау барысында 2023 жылы 15886 жол көлік оқиғасы тіркелді. Онда 2543 адам қаза тауып, 19554 адам жарақат алды. Жол апаттардың жоғары деңгейі бізде Түркістан, Қарағанды, Жамбыл, Алматы облыстарында және Алматы қаласында сақталып тұр. Өзінде. Және адам шығынымен орын алатын жол көлік оқиғаларының ең бастысы ол қала сыртындағы трассаларда орын алады. Қала аралық жолдарда. Себеп негізі жүргізушінің жол ережесін сақтамауы, жылдамдық режимін асыру. Бұл жылдамдық режимін асыру қарама-қарсы бағытқа шығу, жаяу жүргіншіні соғу, аударылу сияқты тағы басқа жол апаттарына әкеліп соғады. Және ішкі істер министрлігімен қазіргі уақытта көптеген жұмыстар жүргізіп жатыр. Жергілікті атқару органдарымен бірлесіп, бізде мысалы республикада 22 000 автоматты камералар орнатылған. Олар осы жол ережесін бұзғанның 50%-ын тіркейді және алдын алады. Сонымен қатар елімізде 190-ға жуық автопатрульдер бар. Оларға орнатылған автоураган, екін патруль деген бізде құрылғылар, олар автоматты түрде жұмыс істейді. Жол ережесін бұзған көліктерді тіркейді. Оның ішінде жылдамдық режимін бұзған, бағдаршамның тыйым салынған түсіне өткен, жол белгілерін және іздестіруде жүрген жол көліктерін тіркейді. Сонымен қатар қазіргі уақытта басты назар алатын бізде елімізде автомагистральдар салынуда. Ол автомагистральдардың бізге жол көлік оқиғасына оң әсерін беріп жатыр. Өйткені осыған дейінгі 6 жылдың ішінде ол 6 есеге өлім шығыны азайған. Себебі бізде білесіздер автомагистраль қалай салынады. Бізде қазіргі қолданылып отырған 148 000 километр бойынша, мысалы, елімізде оның 3 000 ғана автомагистраль бірінші санатқа тартылды. Ал бірінші санаттың бізде үшінші санаттағы жолдар көп, ені 7 метрден аспайды, 2 жолақты ғана. Көбінесе осы жолдарда бізде ауыр адам шығынымен болатын жол көлік оқиғалары болып тұрады. Демек, бұл белгілі бір түрде статистиканың өзінің айтары бар. Дәл осы бір жолағы аз арнайы жолдарда талдау. Осы талдау жасайды, сол талдауды көрсеткен кезде. Сол жерде көбірек болды. Енді Қазавтожол ұлттық компаниясының өкілі ретінде өзіңізден сұрайыншы, Қазақстандағы қазіргі кезде барлық жолдарды алып қараған кезде пайыздық есептегенде сапасы қаншалықты деңгейде? Және алдағы уақытта қандай жоспарлар бар, қанша жол салынады, қанша жол жөнделінеді деген? Қазіргі кезде республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желісі 25 000 шақырым болады. Оның ішінде бірінші санаттағы жол 3000 километрді құрайды, екінші санатта 5000, үшінші санатта 14,5 мың, қалғаны 5-ші санаттағы автомобиль жолдары болып табылады. Республикалық маңызы бар жол болғандықтан жол көлік оқиғаларына қарама-қарсы бағытқа шығып кетпеуін болдырмас үшін қазір республикамызда көптеген жолдарды бірінші санаттағы жолдарға ауыстырып жатырмыз. Қазір бізде 3000 километр болса, болашақта осы үлкен жолдың санаттары жолда жүрген көліктердің санына байланысты ауысады. Біз енді сол қарқындылыққа қарамастан алдыңғы кезде осы Атырау, Орал, Ақтөбе, Қызылорда,
жолдар Ақтөбе, Қызылорда және де Жезқазған, Қарағанды қалаларының арасындағы жолдарды бірінші санатқа ауыстырамыз деген жобалар бар. Енді қарапайым халыққа түсіндірек болсын, мысалы бірінші санатпен жаңағы екінші, үшінші санаттың айырмашылығы жайында соны түсіндіре кетсеңіз, несімен нақты ерекшеленеді? Ол жерде қозғалыс қарқындылығымен есептелінеді. Мысалы бірінші санаттағы жол болу үшін оның жол қарқындылығы санаумен алғанда 14 000 көліктен жоғары болу керек. Күніне ма? Күніне, иә. 14 000 көліктен жоғары болу керек. Оның ішіне жеңіл көліктері бар, ауыр жүк көліктері бар. Сол байланысты санаттарға бөлінеді және 4 жолақ, 6 жолақ, ең кем дегенде 4 жолақтан басталады. 4 жолақ, 6 жолақ, одан көп болса 8 жолақтап жолдарды сала беруге болады, қарқындылыққа байланысты. Енді бізде тағы да мына бір мәселе бар, тұрғындардың өздерінің тарапынан жыл бойы айтылатын белгілі бір қалааралық жаңағы жолдарда қанша жылдан бері дабыл қағып айтып жатса да, дәл сол бағыттағы жолдар мысалы 10 жылдан артық, 15 жылдан артық әлі күнге дейін мысалы салынбай жатыр деген сияқты. Біз жөнделмей жатыр деген тұрғындардың тарапынан мысалы шағымдарын естіп жатамыз. Мысалы жаңағы сол өзіңіз айтып кеткен Жезқазған, қателеспесем Қарағанды бағытындағы трасса бойынша біршама мәселелер бар. Енді осы ретте сіздерде жыл сайын белгілі бір ғана қалай айтсам болады, өңірді жөндеу үшін ғана қаражат бөлінемі, негізі ол қандай сұрақтар бойынша сіздер оның жауаптарын аласыздар? Қазавтожол ұлттық компания республикалық маңызы бар жолдарды салуға, оларды күтіп ұстауға және ол жерде ақылы жолдарды енгізуге берілген. Жаңа айтып өттік қой, 3000 километр бірінші санаттағы жол бар деп. Санаттағы жолдарды ауыстыру үшін өте үлкен қаражат қажет. Мысалы бізде 25 000 километр болса, республикалық маңызы, оның 3000, қалған 22 000 километр екінші, үшінші санаттағы жолдар. Енді болашақта қарқындылық өсіп жатса, ол жолдарда үлкен санатты жолдарға ауыстырамыз деген ойдамыз. Бірақ барлық жұмыстар қаражат бөлуіне байланысты болып тұрады. Енді осы қалааралық жолдарға келейікші, апаттың көбісі өскен уақыты, ол өткен боранды күндері, осы қалааралық жолдарда. Сол кездегі Қазақстан полициясының еңбегін атамасқа болмайды, өте зор болды, алғысымыз шексіз. Бірақ дегенмен де осы боранды күндері ескертуге қарамастан жолға шыққан азаматтарға белгілі бір шара қолдана ма, немесе профилактикалық жұмыс жүргізіледі? Әрине қолданады. Жол жабу туралы ең бірінші бізге телефон, әрбірімізде SMS келеді, оны естейді адамдар. Ол жерде бұл негізі жүргізушінің өзінің жауапкершілігі. Жауапкершілікті жеке өзіне ғана емес, ол салондағы адамдардың алдындағы жауапкершілігі болу керек. Ондай фактілер бізде болды. Республика бойынша сол уақытта бізде 8 факті бойынша талапты бұзған үшін жауапкершілікке тартылды. Жүргізушілер, олар Абай облысында болды, Қарағанды облысында болды. Сол уақыттарда бізде 3 жол көлік оқиғасы болды. Көп көліктердің қатысуымен, бірақ адам шығыны ондай көп болған жоқ. 1 адам қайтыс болды, 3 адам жарақат алды. 29 желтоқсан күні болды, бірінші факт. Астана-Щучинск бағытында 18 көліктің қатысуымен, ол жерде ол жол көлік оқиғасында, получается, 2 жүк көлігі, фура, соғысқан, жолды жауып тастаған, соны көрмегендіктен артынан Toyota маркалы Sienna келіп соғысқан. Артынан осы қалған көліктер соғысады. Бұл жерде автомагистраль болғаннан кейін, ол жерде жылдамдық өте жоғары, ал боран болғандықтан ол көру несі азайғаннан кейін. Енді бірақ негізі дәл осы белгілі қай трассада, қай жерде ауа райының қолайсыздығына байланысты жол жабылып жатса, ол жерде мүлдем өткізбейді ғой? Өткізбейді. Ол жерде уже бізде ішкі істер министрлігінің өкілдерімен, Қазавтожолмен, жергілікті атқару органдарымен бірлесіп шешім шығарылады, арнайы. Шешім шығарылып барғаннан кейін біздің ішкі істер министрлігінің полиция қызметкерлері жолды жабады. Жолды жапқаннан кейін ол жерде мысалы осы жаңа жылдың алдында, жаңа жылдан кейін 1000-ға жуық тәулігіне бізде полиция қызметкерлері жұмыс істеді. 400-ге жуық уақытша мобильді посттар құрылды. Олар 6000-ға жуық көлікті А бағытынан Б бағытына апарып өткізді. 15 000 адам құтқарылды ол жерде. Ол жерде біздің
төтенше жағдай министрлігімен қоса жұмыс жүргізді. Олардың да еңбегін атап өту керек. Ал мына қалааралық кішігірім ауылдар бар ғой. Сол жерден шыққан көліктерге де бірден Тыйым салынады. Тыйым салынады, Әрине. Енді Азамат мырза өзіңізден жаңа ғана Таңат мырза айтты ғой, автомагистральдар ол жол апатын азайтады деп, алдағы уақытта автомагистральдың көбісі ақылы болады деген ақпарат бар. Оны осы сұрағым халықтың көкейінде жүруі мүмкін. Қай бағыттарда ақылы болады және қай уақытта ашылады олар? Қазіргі кезде бізде республикада 3200 километр ақылы жолдар бар. Оны жыл сайын үлкейтуге жоспар құрып отырмыз. Ақылы жол болады, егер ол жерде жөндеу жұмыстары жүріп, жол төсемелері жақсы жағдайда болған кезде ғана ол ақылыға өткіземіз деп ойлап отырмыз. Ол ақылы болуы мемлекеттік бюджетке де Пайдасын тигізеді. Өйткені мемлекеттен ақша бөлуі азаяды, және де ақылы жолдарды бөлінген ақша өзін күтіп ұстауға және басқа да қауіпсіздік шараларын қолдануға, жұмыстарға жолданылады. Енді жоспарда қай бағыттар бар қазіргі таңда? Енді оның бәрі жөндеу жұмыстар қалай бітеді, соған қазір мына бағыт деп айта алмаймыз. Өйткені жөндеу жұмыстарына арнайы қойылған жоспарлар бар. Сол жоспарлар жүзеге асатын болса, онда ақылы жолдардың ұзындықтары көбейетін болады. Ал сіздердің нақты жоспар бар ма? Осы бағыттар алдағы жылы міндетті түрде жөндеуден өтіледі деген, мысалы біз қазір бізді көріп отырған көрермендерді қуантып қояйық. Қай бағыттар нақты белгіленген? Енді биыл жоспарда ең бірінші маңызды мәселе ол Қарағанды Алматы жолын ашу. Осы бұйырса 24-тің аяғына дейін қашамыз ба деген ойдамыз, және сол жолға ақылы жол деп есептеуге болады. Ол міндетті түрде өйткені ол жаңа айтып өттік қой, бірінші санаттық жолға ауысып жатыр, және қозғалыс жылдамдығы да ол жерде үлкен болады. Жаңа айтып өткенде, мысалы, санаттар ауысқанымен ол жерде қозғалыс жылдамдығы да үлкейеді. Соған байланысты жүргізушілерге сұрағымыз, әрқашанда жүру жылдамдығын сақтап жүру. Енді біз мысалы кез келген уақытта дамыған елдермен салыстырып жатамыз ғой, және мысалы жолдарға беріліп жүрде жеңілдік қалай айтсақ болады. Енді менің айтқым келіп сұрағым келіп отырғаным, мысалы Еуропаның кейбір елдерінде мынадай жолдар бар екен, арнайы қыстың уақытында жолдың жаңағы жылу температурасы өлшеніп, ол жерде мысалы өткен уақытта, қар жауған уақытта бірден еріп кететін жолдар бар екен. Енді бәлкім оған дейін әлі алыста шығар, бірақ десе де сондай сияқты жаңа бір заманауи құрылғылар орнату деген сияқты сіздердің өздеріңіздің жоспарларыңызда бар ма деген сұрақ. Енді қазіргі кезде бізде ең басты жоспар өзімізде бар жолдарды дұрыстап алу. Одан кейін алдыңғы уақытта ондай еуропалық технологияларды қолдану әрине жоспарда бар. Бір мысал айта өтейінші, яғни Шымкентте бір кәсіпкер жақында ғана Жапониядан арнайы бір жобаны алып келіп, өзіне пилоттық жоба ретінде төсеп көрді, белгілі бір шақырымда бір ғана қабаттан тұратын сапалы жолды. Және осындай кәсіпкерлерге қолдау бола ма сіздерде алдағы уақытта? Бізде барлық жұмыстар конкурстық процедуралар арқылы конкурстық процедуралар арқылы өткізіледі. Соған байланысты, егер жаңа технологиялар болса, бізде жаңа технологияларды қарастыратын департаменттер бар. Сол жерлерде егер жобаларының тиімділігін дәлелдесе, онда біз жолдарды қайта салу кезінде сол жоспарды қолдануға тек қана не бере аламыз, рекомендация дейміз ғой? Арнайы ұсыныстар ғана бере аламыз. Ал егер мынаны қолдану керек, керектеп әр кәсіпкердің мысалы жақтап соның проектісін кіргізуді ондай бізде жоқ. Енді біз жаңа статистика жайлы айтып кеттік. Жалпы негізі кез келген уақытта әрине міндетті түрде адамның өзіне бірінші кезекте байланысты ол. Яғни өзі және де қасында өзіңіз айтып кеткендей бірге шыққан жолаушыларына өмірінің сіз жауапкершілігін алып отырғаннан кейін өзіңіз ойлап, яғни арнайы жолға шықпауыңыз керек дегендей. Бірақ десе де біз егер сіздің айтып кеткен статистикаңыз бойынша осы соңғы жылдық айтып отырмыз ғой. Ал негізі салыстырмалы түрде ең үлкен көрсеткіш бізде қай жылы болды? Ол және көбінесе ауа райына да байланысты шығар ең басты кезекте. Көрсеткіш енді жалпы бұл
былтырғы жылмен салыстырғанда жол көлік оқиғасы сәл шамалы жоғарылау. Жол көлік оқиғасының саны бойынша, қаза тапқандардың саны бойынша, жараланғандар саны бойынша. Негізі бұл қазір біз білеміз, осыдан 3 жыл бұрын бізде 3 миллионға жуық автокөлік болды. 3 жылдан кейін есептесек қазір уақытта бізде 5 миллион 200 шамадай автокөлік бар. Бұлар автопарктың жаңалуы, адам жүргізушілердің көбеюі, мынау жаңа жүргізушілердің тәжірибесі аздығы көп білесіз қазір. Қазір біз мына ішкі істер министрлігі мынау өзін-өзі даярлау мектептерінде мысалы бұрын арнайы мектептерде оқылса мысалы жүргізуші куәлігін алу үшін қазір өзін-өзі даярлау шықты ғой осыдан 4 жыл бұрын. Сол бойынша бізде уже заң пысықталуда, бұны біз доғарамыз келешекте. Яғни ол жердегі білімді осыған дейін бақыланбады ғой. Бақыланбады ешқандай. Енді сонымен қатар жүргізуші куәлігін алатын адамға емтихан тапсыру жеңілдеп кеткен сияқты. Бұл жерде жеңілдеп кетті деп айта алмаймын, бірақ теория болмағаннан кейін адам теория мен практика екеуі екі түрлі. Адам бірінші жүргізуші куәлігін алу үшін арнайы таңбалармен, белгілермен танысу керек. Қандай, не ол. Сол бойынша көп ақаулықтар кетті. Қазір осы бізде мәжілісте пысықталуда. Алдағы уақытта ол уже бізде болмайды. Енді жүргізуші куәлігін алу күрделене түседі. Біз негізі өзіміздің жеке ойымыз ғой. Менің айтқым келіп отырғаны, бәлкім бізде көбінесе мына жол апаттары орын алатын жағдайлар бұл таксистердің үздіксіз жүретініне байланысты болып жатады. Олар қанбайды деген қабысы көбінесе тұрғындардың тарапынан біз жиі шағым естіп жатамыз, қалып кетіп жатады деген сияқты. Сол себепті мына таксистердің арнайы қолданатын қосымшалары бар ғой. Сол қосымшаның иесімен бәлкім сіздер тарапынан бізге бір байланыс орнатып, олардың жаңағы жүрген жолы белгіленіп отырса, белгілі уақытта күніне мысалы 2-ақ рет деген сияқты. Бір рет бір А нүктесінен Б нүктесіне жетті, сол жерден бір 2 сағаттан кейін барып қозғала алады деген сияқты. Білмеймін, арнайы бір сондай. Бізде бұл былтырдан бастап жұмыстар жүргізілуде. InDriver, Яндекс қосымшаларын білесіз, олардың представитель дейді ғой. Иә, арнайы өкілдермен бізде әртүрлі кездесулер, семинарлар жүріп жатыр. Алдағы уақытта біз яғни белгілі бір түрде шектеу қою. Денсаулық сақтау министрлігімен бірге арнайы осы адам тасымалымен айналысатын талап қойып жатырмыз. Өйткені алғашқы медициналық неден өту, процедурасын өту. Сосын 8 сағаттан аспайтын жүру бойынша, получается, 8 сағаттан артық жол көлік жүргізуге болмайды. Сол бәрі пысықталып жатыр. Алдағы уақытта шешіледі деп ойлаймыз. Енді қысқаша жауап беріңізші, соңғы қорытынды сұрақ. Апаттың болдырмаудың бір маңызды шарасы ол алдын алу, иә? Өз салаларыңызда апаттың алдын алуға қандай шаралар жүргізіліп жатыр? Мысалы, бізде республикалық маңызы бар жолдарды алатын болсақ, мысалы жазғы кезеңде біздің мемлекетімізде мал шаруашылығы дамығаннан кейін көп үй жануарларының жолға шығып кетуі болады. Сондықтан көктем кезеңінен бастап ішкі істер департаментінің жұмыскерлерімен жергілікті атқару органдарымен бірге республикалық маңызы бар жолдардың қасында орналасқан ауылдарда және жерде мал шаруашылығымен айналысатын бизнесмендерменен жұмыстар жүргізіледі. Және де заңдамалар бәрі түсіндіріліп айтылады. Сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жол апатының алдын алу бұл ішкі істер министрлігінің тек әдісімен, күшімен ғана келетін нәрсе емес. Өйткені бұл жерде жергілікті уәкілетті органдардың қатысуымен әрбір азаматтың көмегі болу керек. Әрбір жүргізуші, әрбір жаяу жүргінші өзіне жауапкершілік алу керек. Өйткені елімізде қазір жаяу жүргіншіні басып кету фактісі өте көп. Олардың себептері белгіленген жерден өтпеу. Сол бойынша тағы да басқа жұмыстар бізде жаңағы жолдардағы инфраструктура получается дұрыс әлі ескі проектпен салынған. Жаңа айттық қой, ені 7 метрден аспайды, 2 жолақты деп. Сонымен қатар жаяу жүргіншілердің арнайы тротуарлар болмауы, қазіргі самокаттар, мопедтер, солар бойынша жұмыс жүріп жатыр. Жақсы, алғыс білдіреміз. Енді біз әр көрерменімізге, көлік тізгіндегі азаматтарға ат көліктеріңіз аман болсын дейміз. Жеке жерлеріңізге аман сен жету үшін міндетті түрде жол ережелерін сақтап және ауа райының қолайсыздығы болған уақытта біздің студиямызға келген мамандардың арнайы айтқан ескертпелерін қапертеріңізге ала жүріп,
сол себепті барынша жолға шықпауға тырысыңыздар дейміз.